Ақиқат пен өтірік. Қадыр Мырзали. Ақиқат пен өтірік бөлек бесік. Ар-ұжданға жүрсек те көмектесіп, ажыратып болмайсың ақ-қарасын, адамдардың өмірге көп өкпесі. Даулы сөздің көрдім мен елеп көбін, дұрыспенен бұрысты бөлектедім. Қаншалықты күдікпен қарасам да, көңіліме қонады көп өкпенің. Болмаған мен дастанның тарауында, біраз қызықтар бар ауылда. Дарындымыз қырмызы дипломмен, дарынсыздың істейді қарауында. Мұңайтады пікірлес, шерлестерім, мейманыңа біреулер бермес төрін, біреулер жүр лайық жұмыс таппай, біреу отыр жинап ап жерлестерін. Ақиқатын айталық, күрмермелік, арандарға үй емес түрмен көрік. 5 бөлмеде біреулер әйелімен, 5 жаны бар үйде отыр бір бөлмелік. Өлмей тірі кетпейді шалбастығы, бір-бірімен өзара алмасты мұң. Кереметтей келбетті кейбір жігіт, күйеуі боп жүреді албастының. Жататұғын жанғайда, мұны жұптап, жақұттардың алдында қыбыжықтап. Күндей сұлу қыздарың кей кездері көзін жұмып шығады құбыжыққа. Қақас қылып көбіне небір дарын, қараулықпен май жиған жебір қарын. Кім кінәлі? Адамша істеңдер деп өзімізге тапсырған өмір бәрін.